Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгіншісі мен Бекбол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда біз прагматизм, яғни бәсекеге қабілеттілік жайлы сөз қозғайтын боламыз. Осы төңіректегі сауалдарымызға жауап беретін мейманымыз студиямызда. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз бар болатын болса, осы төменде көрсетілген нөмірлерге байланыс желілеріне өздеріңіздің хабарламаларыңызды қалдыруға, я болмаса хабарласуға болады. Қолбек Нұрмұханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді жалпы осы прагматизм деп жатырмыз. Бұл әлбетте біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, тұңғыш президентіміз, осы жастарға бір енді қағидалар ұсынған болатын. Солардың бірі, енді сөз кезегі өзіңізде жалпы осы қағидат бойынша осы түсіндірме жұмыстары жасалып жатыр. Өзіңізде кішкене осы тұғыр бойынша бір толық ақпарат айтып өтсеңіз сізден. Рахмет. Алдымен осы бүгін студияға шақырғандарыңызға рахмет. Еліміз биыл тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып отыр. Осыған орай барлық павлодарлықтарды, барлық Қазақстан халқын осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, өткен аптада елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарға деп келешек мемлекетімізді арман қарай дамытатын осы бүгінгі жас буынға деп елдіктің 7 тұғыры атты мақаласын жолдаған болатында. Сол мақаласының 7-ші тармағы прагматизм, бәсекелестіктің кілті деген 7-ші тармағы. Енді прагматизм жайлы айтатын болсақ, әрине бүгінгі эфирдің уақыты жетпейді. Себебі прагматизм ол философияның бір тармағы. Ал енді бәсекелестікті енді барлығымыз білеміз. Бәсекелестік деген ол енді мынау күнделікті қарапайым тілмен айтқан кезде біздің өміріміздегі өзіміз қай жерде жанұямызда болса да бәсекелер болу керек. Біз ол енді жақсы ұғыммен түсінген кезде. Жұмыста да біз бәсекеге қабілетті болу керекпіз. Оқу орындары болатын болса да, жалпы мемлекетіміз басқа елдер қатарында бәсекелі болу үшін біз әрқайсымыз өзіміз осы бәсекелестік призмасымен өмірге деген қарау керекпіз. Енді жалпы бәсекелестікті біз оқу орнынан, балабақшадан да бастаған дұрыс шығар.